Халықаралық байланыстардың дамуындағы Ұлы жібек жолының рөлі. Халықаралық сауда жолының тарихы біздің заманымыздан бұрын 3-2 мыңжылдықтардан Шығыс Түркістаннан Иран, Мысыр, Қытай мен Сирияға лазурит пен нефрит тасудан басталады. Ұлы жібек жолын біздің заманымыздан бұрынғы 138 жылы хан әулеті императорының тапсырмасымен батыс елдеріне сапарға аттанған Шан Цзэн ашқан болатын. Елші ашқан осы жолмен батысқа Қытай жібегі, басқа да көптеген тауарлар тасылды. Ал Қытайдың ішкі аудандарына орталық және батыс Азияның тауарлары пісмайлар, қымбат тастар, әйнектен жасалған бұйымдар тасымалдана бастады. Жібек матасы сауданың басты түрі болды және алтынмен бірге халықаралық валюта міндетін атқарды. Орталық Азиядан Қытайға жүннен тоқылған әртүрлі бұйымдар, кілем, жапқыш, төсеніштер әкелінді. Жүн өңдеу мен кілем тоқу әдісімен таныс емес қытайлықтарға бұл бұйымдар ерекше әсер етті. Иіссу, тәтті тағамдар, женшен мен маталар, бояу, бағалы тастар, аң терісі, алтын, күміс құймалары сияқты бұйымдар да тасылды. Жібек жолымен қытайлықтар өз елінде жоғары бағаланатын асыл тұқымды жылқы мен түйелерді орталық Азиядан алдырды. Қытайлықтар бұршақ, пияз, қияр, сәбіз, анар, грек жаңғағы және тағы басқаларын өз елдерінде өсіруді үйренді. Орталық Азия, Түркістаннан келген музыкант, биші, акробаттар Қытай императоры мен Византия сарайларында өз өнерлерін көрсетті. Ұлы жібек жолы Қытай, Үндістан, Парсы, Орта Азия, Таяу Шығыс және Еуропа елдерін біріктірді. Жібек жолы бойындағы халықаралық сауданың 9 ғасыр мен 13 ғасырдың басында ерекше дамығандығын айғақтайды. Испиджаб, Кедер, Отырар, Тараз, Науакент, Баласағұн қалалары ірі сауда орталықтары саналды. Шу, Талас және Сырдария алқаптарында қала орталықтары қалыптасты. Ұлтаралық және дінаралық сыйластық. Өзге халықтың салт-дәстүріне құрметпен қарау Ұлы жібек жолы бойындағы қалалардың басты ерекшелігі болды. Ұлы жібек жолы арқылы тек тауарлар ғана емес, діндер мен технологиялар да таралды. Буддизм Қытай мен Шығыс Азияға осы жол арқылы таралды. Әртүрлі халықтар мен өркениеттердің мәдениеттері араласып, жаңа идеялар мен өнер туындылары пайда болды. Қағаз өндірісі, кітап басу, оқ-дәрі сияқты жаңалықтар осы жол арқылы таралды. Ұлы жібек жолы арқылы мемлекеттер арасында дипломатиялық және саяси байланыстар орнады. 15 ғасырда теңіз жолдарының ашылуы және құрлықтағы сауданың қиындауы жібек жолының маңыздылығын азайтты. Моңғол шапқыншылықтары, сондай-ақ аймақтар арасындағы саяси тұрақсыздық сауда жолдарына кері әсерін тигізді.